Мен телерадио жүргізуші Қазбек Қасым Диснейдің Лило мен Стич фильмінде Пликлидің дауысын дыбыстаймын. Мен негізі мына дубляжда екінші рет жұмыс істеу, өйткені мен тек қана сол жарнама немесе тексттерді оқумен айналыстым. Ал дубляж мен үшін сондай бір жаңашылдық болды. Персонажды ойнап шығу, сонымен бірге толқу, күлу, айқайлау, осының барлығы өте қызық болды маған. Жоқ, тоқта! Пликли персонажы маған ұнаған себебі біз бір-бірімізге ұқсайтын сияқты болдым. Бір жерде сондай ақ көңіл ашықта, аңқаулығы кей кездері бір әзілге айналып кетіп жатады, қалжыңдағанды жақсы көреді. Негізі қиындау жері болды. Өзге ғаламшарлықтың адамға айналған сәтіндегі дауыстың күт өзгеруі, яғни егерде дауысы осындай болса, содан кейін барып адамның дауысына келеді. Міне осы жерде өзгерту маған қиындау болды, бірақ актер болғандықтан барымызша тырыстық. Менің ойымша өте жақсы шықты. Өйткені сен мықтысың. Алға! Негізі мен көлікте келе жатырып дубляжға 1-2-4-5-6 1-2-4-5-6 уху деп айқайлап қоятын кездеріміз болды да. Құрметті достар, 22 мамырдан басталатын Диснейдің Лило мен Стич қазақ тіліндегі дыбысталған фильміне барлықтарыңызды шақырамын. Лило мен Стич кинотеатрларда мамырда.